today. Let's continue our lesson. Today we'll speak about the questions of modal verb can. Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Біздер бүгінгі сабағымызда модалды етістік canның сұрақтарын жасап үйренеміз. First of all, let's revise the vocabulary from the previous lesson. Әдеттегідей алдымен өткен сабақтағы жаңа сөздерді бір қайталап өтейік. Біздер жан жануарлармен танысқан болатынбыз, олар ағылшынша біздер animals деп айтамыз. Bir қайталап өтейік. A horse, a cow, a sheep, a camel, a goat, a tiger, a bear, a lion, a wolf, a fox. Енді мінекей can етістігімен сұрақ қалай қоямыз. Яғни бір нәрсе жасай аласың ба деп, жасай алады ма деген сияқты жалпы сұрақтар қойып үйренеміз. Жалпы сұрақ дегеніміз бізде жауабында қысқаша я немесе жоқ деген жауапты талап ететін сұрақтар. Оны жасау үшін біздегі can алға шығады, бастауыштың алдына шығып кетеді. Сонда міне бірінші can тұрады, содан кейін бастауыш тұрады, содан кейін етістік тұрады. Сөйлемде орналасу тәртібі осылай болады. Сөйлемдермен қарастыратын болсақ, мінекей бірінші can, содан кейін бастауыш, міне personal pronounсдар бұл жерде. Содан кейін кез келген етістік, мысалы can I play football? Мен футбол ойнай аламын ба? Егер я ойнай аламын болса, yes I can деп жауап береміз, немесе жоқ болса, no I can't деп жауап береміз. I cannot деген қысқаша түрде can't болып қысқаратынын білеміз. No жағында міндетті түрде осы can't болады. Келесі сен, can you play football? Yes you can, no you can't. Can he play football? Yes he can, no he can't. Can she play football? Yes she can, no she can't. Can it play football? Yes it can, no it can't болады. Көпше формада дәл сондай. Can we play football? Yes we can, no we can't. Can you play football? Yes you can, no we can't. You can't. Can they play football? Олар ойнай ала ма? Yes they can, no they can't. Мына жерде етістіктің орнына кез келген басқа етістіктерді қоя берсек болады. Және мына осы бастаушта тек қана personal pronounдармен келе бермейді, мысалы адамдардың аттарымен де келеді сөйлемдерде. Енді осындай мысалдар қарап көрейік. Мысалы, сен секіре аласың ба деп сұрау үшін can you jump? Егер я секіре алатын болсам yes I can, секіре алмайтын болсам no I can't деп жауап береміз. Немесе can he run? Ол жүгіре ала ма? Yes he can, no he can't деп жауап береміз. Немесе can she play tennis? Ол теннис ойнай ала ма? Yes she can деп жауап береміз. Жауап бергенде екі жауаптың бірін таңдаймыз осындай қылып. Немесе can they play football? Олар волейбол ойнай ала ма? No they can't. Жоқ, олар ойнай алмайды деп жауабын береміз. Екі жауаптың бірін береміз. Енді мына жерде арнайы сұрақтар арнайы осындай сұраулы есімдіктерден басталады. Мысалы, не деген сұрақтан бастайтын болсақ, сен не істей аласың? Мысалы, what can you do? Орналасу тәртібі, басында сұраулы есімдік, одан кейін can, одан кейін бастауыш тұрады. Мысалы, what can you do? Сен не істей аласың? Жауап берген кезде не істей аламыз, соны айтамыз. I can play football. Мен ойнай аламын. What can she do? Ол не істей алады? She can sing. Ол өлең айта алады. Немесе what can they do? Мына жердегі мына есімдік personal pronoun жүктеу есімдігі өзгере береді. What can they do? They can skate. Олар коньки теуе алады. Немесе мына жерде айтқандай, міне мысалы иттің орнына a monkey. What can a monkey do? Маймыл не істей алады? Monkey can climb. Нете алады, өрмелей алады. Деген сияқты сұрақтар қоя берсек болады. Мысалы адамның атын қоюға болады. Немесе what can Айнұр do деп. Айнұр can мысалы skate деген сияқты сөйлемдер құрастыра беруге болады. Немесе кім деген сұрақ қоюға болады. Who can play football? Кім футбол ойнай алады? Кім екенін айтамыз. Егер мен болсам, I can деп жауап береміз. Егер ол ойнай алатын болса, he can деп айтамыз. Мысалы, who can ride a bike? Кім велосипед теуе алады? Айдос can деп жауап берсек болады. Айдос егер велосипед теуе алатын болса. Неке осымен қысқаша бүгінгі тақырыбымыз осы. Кезекті тапсырмаларға берейік. Task 1, read the text and put the missing words. Қалған сөздер mouse, ice, fish, swim, run, hair, jump деген сөздерді осы жерлерге қоямыз. Нүктелердің орнына. A frog, бақа. I've got 4 legs. 4 аяғым бар. Too big, несі бар? Көзі бар мысалы. And a very big, аузы бар, mouse. Осылайша сөздерді үйлеп. I haven't got any, ешқандай нем жоқ дейді. Шашы жоқ па? Соны қоямыз. My favorite food is, менің сүйікті тағамым не дейді?
кішкентай, мысалы fish, балықтар. I'm a small animal, мен кішкентай жәндікпін. I can не істей алады енді бұл? Секіре ала ма, жүгіре ала ма? Бұл жерде өздеріңіз анықтап қоясыздар. Who am I? Мен кіммін дейді? I'm a frog. Мен бақамын. Мінекей. Бақа туралы шағын тексті осы сөздермен толықтырып жазасыздар. Task 2, read the dialogue and put can or can't. Мына жердегі міне егерде can диалогты оқып, егерде Майк осы теннис ойнай алатын болса, плюс қоямыз. Егер Джейн ойнай алатын болса, плюс қоямыз. Ойнай алмайтын болса, минус қоямыз. Can деген жерге плюс, can болса, can't болса, онда минус қоямыз. Скейтборд теуіп алатын болса, самокат мысалы, плюс, теуіп алмайтын болса, минус деген сияқты. Велосипед теуіп. Енді диалогты бір оқиық. Майк пен Джейннің әңгімесі. Hello Jane. Hi Mike. How are you? Қалың қалай? I'm fine. Fine, thanks. And you? I'm all right. Let's play tennis. Жүр теннис ойнайық дейді. Сосын Джейн айтады. Oh, sorry, I can't play tennis. Мен теннис ойнай алмаймын. But I can skateboard. Мен самокат теуе аламын дейді. Майк айтады, but I haven't got a skateboard. Have you got a bike? Мен скейтборд теуе алмаймын. Сенің велосипедің бар ма дейді. No, I haven't. I can't ride the bike. Мен велосипед теуе алмаймын дейді. Oh, it's not a problem. I can teach you. Менің велосипед бұл ешқандай да проблема емес дейді. Мен сені үйрете аламын дейді. I can teach you. Мен сені үйрете аламын. Oh, really? Of course, әрине. Really деген шын ба деген. Of course, әрине. Let's go, Jane. Кеттік, Jane дейді. Thank you, Mike. Екеуі велосипед теууге кетіп бара жатыр. Осы тапсырманы орындайсыздар. Одан кейін task 3, put the words in the correct order. Сөйлемдерді орналасу тәртібімен қоясыздар. Тура сөйлем ба, бірінші тура сөйлем ба, соны анықтай аласыз. Мысалы, мына жерде сұрақ белгісі тұр. Мына жерде сұрақ белгісі тұр, яғни ол сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем мысалы неден басталады дедік, бүгінгі сабағымызда өттік. Соған мән беріңіздер. Кері сөйлемдер мен тура сөйлемдер, мысалы бірінші неден басталады бізде? Subjecттен басталады, бастауыштан. Мысалы, бірінші сөйлем қарайық. Swim, I can very well. Бірінші бізде неден бастауыштан бастаймыз. Бастауыш бізде айдан кейін міндетті түрде can келеді дедік. Содан кейін основной етістігіміз келеді, swim келеді. Сонда I can swim very well. Мен өте жақсы жүземін дейді. Одан кейін келесі сұрақ бізде неден басталады деді. Сұрақ бізде canнан басталады деді. Canнан басталады. Одан кейін бастауыш рет дедік. Can they, содан кейін бар етістік. Can they play? Сосын барып баскетбол келеді. Сөйтіп сөйлемдерді ары оқып, мұқият тапсырманы орындаңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қысқаша түрде видео сабақтың астындағы тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, see you next lesson. Goodbye.